Армысыз құрметті көрермен, эфирда өңірдің өзекті мәселелерін талқылап, толығырақ тарқататын өзекті бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Жансая Айкенова. Қоғамның ең қымбат байлығы адам денсаулығы, ал бала денсаулығы ел болашағының кепілі. Осы орайда білім беру мекемелеріндегі санитарлық талаптардың сақталуы, балалардың қауіпсіз ортада тәрбиеленуі аса маңызды мәселе. Бүгінгі бағдарламамызда біз Түркістан облысындағы мектептер мен балабақшалардағы санитарлық жағдайы, алдын алу шаралары және өзекті мәселелер төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Ендеше спикермен таныс болыңыздар. Түркістан облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің білім беру және тәрбиелеу объектілерін бақылау бөлімінің басшысы Зекенова Қызбек Талғатқызы. Құрметті Қызбек ханым, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен өзіңіз жетекшілік ететін бөлімнің негізгі қызметтері мен бағыттары туралы айтып өтсеңіз. Жалпы өзіңіз айтып кеткендей, балаларды білім беру және тәрбиелеу объектілерін санитариялық эпидемиологиялық бақылау бөлімі атайтып тұрғандай, бұл жерде оқушылардың және мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиеленушілердің, яғни кішкентай жастағы балалардың, одан кейін орта буын, яғни орта білім беру оқушылары, яғни студенттер, колледждің студенттері, міне осы балалары бар объектілердің барлығы бізде бақылауда болады. Бізде барлығы облыс бойынша бүгінгі күнге 1100-ге жуық жалпы білім беру мектептері бар, 1500-ге жуық балабақша, мектепке дейінгі ұйымдар балабақшалар бар, 52-ге жуық жоғарғы және жаңағы орта білім беру колледждер деп айтамыз ғой, 50-ден аса осындай объектілеріміз бар, және одан да басқа жаңағы балалардың кружоктар деп айтамыз ғой, үйірмелері, спорт мектептері, одан қала берсе өнер мектептері, міне осылардың барлығы біздің бақылауымыздағы объектілер болып табылады. Сол объектілердегі оқушылардың қауіпсіздігі, яғни санитарлық эпидемиологиялық тұрғыдан қауіпсіздігі, яғни білім алуы, тұруы, медициналық көмекпен қамтамасыз етілуі, тамақтануы, сауықтырылуы, жаңа сауықтыру лагерлерде бақылаудағы объектілер болып табылады. Сол объектілердегі оқушылардың санитарлық эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету бағытында бақылау жұмыстарын, қадағалау жұмыстарын жүргізетін бөлім болып табылады. Енді мектеп мейірбикелері оқушыларға берілетін асқа күн сайын тексеріс жасау керек деген ақпарат шыққан болады. Содан бері мектептердегі тамақтану стандартына қандай негізгі өзгерістер енгізілді? Өте орынды сұрақ және дәл қазір өзекті сұрақтардың бірі. Талқыланып жатқан қоғамда өздеріңізге белгілі 25 жылы жаңа оқу жылы, яғни 1 қыркүйектен бастап барлық білім беру ұйымдарында тамақтанудың жаңа стандарты енгізілген болатын. Бұл жаңа тамақтану стандартын енгізу бойынша бірден алып, оны қоя салып, осы бойынша жұмыс жасаңдар деген талап болған жоқ. Ол деген бірнеше жылдар бойы оқушылардың тамақтануын талдап, зерттеп барып, осы жаңағы заңнаманы қолданысқа енгізді. Енді жаңағы сұрақ бойынша мектептердегі медбикелер осы тікелей тамақтану стандартының мектептерде, яғни білім беру ұйымдарында, балабақшаларда, сауықтыру лагерлерінде енгізілуіне тікелей жауапты маман, яғни мектеп білім беру ұйымдарындағы жалғыз медициналық білімі бар, осы стандартты түсінетін, яғни оның ішінде медициналық та ұғымдар бар ғой, соны түсінетін маманды медбике болғандықтан, осы медбике медициналық қызметкерді жауапкер ретінде таныған тамақтану стандартында, және ол медбикелерге стандарттың ішінен бөлек олардың қызметі, атқаратын жұмысы, күнделікті атқаратын жұмысы не істейді, қай кезде балаларды балалармен
қарым-қатынас болады, іс-шаралар жоспарын құру арқылы. Сондай іс-шаралар жоспарын құру арқылы жұмыстар атқарсын деген әдістемелік ұсыным даярлаған болатын. Ол бойынша бізде барлық біздің Түркістан облысының деп айтайын, жаңағы айтқан объектілердің саны бойынша түгелдей барлық медбикелерге түсіндірілді. Яғни олар, дұрыс айтасыз, күн сайын балалардың тамағын, ыстық тамағының дәмін тексеріп барып өткізеді. Яғни оны біз органолептикалық бағалау деп айтамыз. Органолептикалық бағалау дайын болған тамақты 30 минут алдын, балаларға таратпас бұрын 30 минут алдын арнайы өзі медбике бір бөлме қарастырылады. Сол жерде арнайы ыдыстармен тамақтың дәмін, температурасын, дәмін татып көріп, баға берілгеннен кейін барып балаларға ол тағам беріледі. Ол күнделікті жүргізіледі. Оны мектептің медициналық қызметкері жүргізеді. Ол стандартта нақты көрсетіліп, қызметі ретінде көрсетілген. Соңғы жылдары қандай өзекті мәселелер жиі кездесті? Тамақтану стандартының шығуының себебі өзекті мәселеден туындап отырған, себебі ата-аналардың наразылығы есебінен талдау жүргізілген. Есіңізде болса, бізде барлық мектептерде ыстық тамақ беріледі ғой, тегін бір реттік ыстық тағаммен қамтамасыз етілген. Оларда түске дейінгі ауысымда, яғни бірінші ауысымда оқитын балалар таңғы асқа ботқа, манка ботқасы, күріш ботқасы, яғни ботқа жеген, каша деп айтамын. Каша, шай, қант қосылған нан, сармай, сырмен, тек осы таңғы ас, мысалы үйдегі таңғы ас сияқты қып тұтынған болатын. Ал екінші ауысымда оқитын оқушыларға ол таңғы ас ретінде емес, оларға кәдімгідей ыстық тамақ, яғни бірінші тағам сорпа, я болмаса екінші тағам ретінде оларға беріліп отырды. Сонымен жаңағы өзекті мәселе дегеніңіз ата-аналардың арасында наразылық туындайды. Мысалы бірінші таңғы асқа балалар мынандай жейді, екінші асқа мынандай жейді деп. И жаңағы Қазақ тағамтану академиясы, халықаралық ЮНИСЕФ ұйымы бар, соның өкілдерінің зерттеуімен оқушылардың тамақтануын зерттеп талдаған кезде шын мәнінде түске дейінгі балалардың қабылдайтын витаминдер мен минералдар, күнделікті ұтымды тамақтануымен түстен кейінгі оқыған екінші ауысым балалардың айырмашылығын зерттегенде өте айырмашылық көп болған. Сондықтан барлығына осы жаңа тамақтану стандартын енгізе отырып, бірыңғай ас мәзірі дайындалған болатын. Міне үстіп ата-аналардың наразылығы ретінде осындай барлығына бірдей, яғни таңғы бірінші ауысымдағы балада, екінші ауысымдағы балада бір келкі тамақ ішеді, яғни екінші тамақ. Можно заменить, ауыстыруға да бола береді бірінші тамақпен, бірақ жаңағыдай ботқа, қантты шай, нанға сармай жағып беру деген ондайды қазір мүлдем алып тастап, тек қана ыстық тамақ, бірінші тамақ аз жағдайда, бірақ ал екінші тамақ ол міндетті түрде бір текті менюді қалыптастырған. Сол бойынша қазір беріліп жатыр. Мектептің жаңағы санитарлық талабын бұзылған жағдайда қандай шара қолданылады? Және сіздердің тараптарыңыздан қолданылады ма ол шара? Білім беру ұйымында тексерудің нәтижесімен, яғни барып бізде бара салып, ондай айыппұл салып шара көру деген жоқ, әрине, бірақ осы өткенде 4 желтоқсан күні біздің мемлекет басшымыздың жарлығы шыққан болатын. Ол жерде мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын 17 жасқа толған, 17 жасқа дейінгі балалардың тұруы, білім алуы, тамақтануы, сауықтырылуы, медициналық көмек алуы, ол ерекше бақылау объектілері болып танылды.
Ерекше бақылау объектілері дегеніміз, мысалы бізде жоспарлы, жоспардан тыс тексерулер деп айтып жатамыз ғой, а бұл жерде тексерудің формасы, үлгісі басқаша болып келеді. Шара көру бойынша сол жаңағы ерекше бақылау объектілерімен биыл 1 қаңтар ақпаннан бастап заң күшіне еніп, сол бойынша тексеру жүргізіледі, тексеріледі объекті, санитарлық гигиеналық талаптардың негізінде тексеріліп, анықталған кемшіліктер бойынша ең алдымен ұсыныс беріледі. Ұсыныс дегеніміз ұйғарым, яғни сен осы кемшілікті мына уақытта жоясың. Жедел ден қою шарасы деген болады бізде. Оның да ол белгілі бір тармақтарға, бұзушылықтарға ғана арналған жедел ден қою шарасын қолданамыз және ұйғарым береміз. Ешқандай айыппұлдық хаттама толтырмаймыз ол жерде, ұйғарым береміз. Сосын уақыты келгеннен кейін орындалуы туралы сол уақытта орындалды ма, орындалмады ма деген мақсатпен жоспардан тыс тексеріп барып және тексереміз. Айтқан, мысалы, 5 кемшіліктің барлығы орындалса, тексеру жабылады, кемшіліктер жойылды деп. Ал енді орындалмаса, біз оны жаңағы сот органдарына өткіземіз, құжаттардың барлығын сот органдарына өткіземіз. Соттың шешімімен айыппұл салынады, яғни соттың шешімі бойынша оған шара көріледі. Тікелей біздің тарапымыздан ұйғарым беріледі келесі жылдан бастап. Және айтып жатырық, жаңа 1 ақпаннан бастап ерекше бақылау объектілері тексеріледі деп, жаңа мектептер, балабақша, сауықтыру лагерлері, ол объектілерге тосыннан барылады. Яғни бұрында біз 30 жұмыс күн алдын, 30 күн бұрын хабарлама беріп тексеру болады деп хабарлайтын болсақ, қазір ешқандай хабарламасыз, ескертусіз барып тексерілетін болады. Жаңа стандарт бойынша қандай тағамдар алып тасталынды? Қандай жаңа тағам түрлері қосылды? Бұл тамақтану стандартының басты ерекшеліктері ең бірінші бұл тұздың мөлшері мен қанттың мөлшерін азайтты. Тұздың мөлшерін 3-6 есеге, қанттың мөлшерін 5 есеге дейін азайтты. Себебі бізде балалардың арасында қант диабеті, жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары жаңағы министрлік, жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің несі бойынша, талдауы бойынша жоғары өсуде. Сондықтан ең басты ерекшелігі осы, қант пен тұздың мөлшерін азайту. Екінші ерекшелігі жалпы бір күндік рационда 75%-ында көкөністер мен жемістердің үлесі, яғни 75% көкөніс пен жемістің үлесінде. Оған көкөністің үлесі дегеніміз салат беріледі. Балғын салатты, жаңағы таза балғын көкөністерден беріледі. Және жеміс міндетті түрде, маусымдық жемістер, маусымына қарай жемістер беріледі. Бұл екінші ерекшелігі. Тағы бір ерекшелігі сүт және сүт өнімдері қосылды. Сүт және сүт өнімдері, оны айран ретінде болмаса бәліш, жаңағы запеканка дейді ғой, сүзбеден жасалған бір аптаның көлемінде міндетті түрде сүт өнімі болуы керек. Тағы бір ерекшелігі, бізде мектептерде асханасы жоқ шағын жинақты мектептер бар. Малокомплектная школа дейді. Ол жерде 50-ге дейінгі балалар ғана оқиды. 50-ге жуық қана. Ол жаңағы шалғай орналасқан ауылдық жерлерде 10 бала оқитын, 5 бала, 7 баладан оқитын мектептер бар бізді. Облыста қазіргі саны 150-ге жуық мектебіміз бар сондай. Сол шағын жинақты мектептерге арналған ас мәзірі тағайындалды жаңа стандартта. Ол жерде тамақты дайындауға ешқандай жағдай жасалмаған ғой, асханасы жоқ болғандықтан. Ол жерде басқаша, яғни ленч пакет деп айтады, ленч пакет үлгісінде дейді, бутерброд жасап береді. Яғни ол кәдімгі біздің фастфуд сияқты емес, өз талаптары бар ас мәзірінде, бірыңғай типтік ас мәзірінде. Міне шағын жинақты мектептерге арналған ас мәзірі. Міне осы ең маңызды ерекшелігі тамақтану стандартының осы болып табылады. Ал аллергиясы бар немесе тамақтануды, арнайы тамақтануды қажет ететін балалар үшін қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Бұл жерде жаңа ең бастағы сұрақта айтылды, медбикелердің жұмысына кіреді бұл да.
медбикелердің ең бірінші балаларға тамақты беру, ыстық тамақты, бір реттік ыстық тамақты беру барысында оқушылардың тізімін қалыптастырады ғой. Оқушылардың тізімін қалыптастырғанда осы аллергиясы бар балаларды бөлек тізімін жасайды. Ол медосмотр нәтижесінде ата-аналарынан сұрайды, баладан сұрайды деген. Ол уже нақтыланады, анықталады ғой аллергиясы бар бала. Оның бөлек спискісі жасалып, ол жаңағы мектептің асханасының жаңағы аспазшы болады, болмаса қазір аутсорсингтік типпен беріледі ғой, кәсіпкерлер жаңағы тамақтандырады, кәсіпкерлерге ұсынады. Оған арнайы өзі алып тастайтын өнімдері болады. Мысалы қант диабеті болсақ, не беру, заменяющий, қандай тағам береді деген сияқты. Сондай аллергиясы бар балаларға не істейді? Арнайы ас мәзірін дайындайды. Тамақ улануының алдын алу үшін қандай нақты шаралар күшейтілді? Біздің тарапымыздан, біз енді қазір облыстық департаментте отырамыз ғой, біздің 17 аудандық басқармамыз бар. 17 аудандық басқармаларда өздері білім бөлімімен, аудандық білім бөлімімен, аудандық орталық аурухана, емхана дейміз ғой, дәрігер, солмен кәсіпкерлік бөлімімен осы мекемелермен бірлескен іс жоспары болады. Яғни ай сайын мектептің басшыларын жинайды, келесі айда мектеп медбикелерін жинаумен, одан кейін кәсіпкерлер, тамақты беретін кәсіпкерлер бар ғой, мектептердегі кәсіпкерлерді жинаумен бөлек-бөлек семинар жұмыстары жүргізіледі. Оның барлығы үлкен аудитория залда өткізіледі. Мектепке барумен қазір бізде ондай өткізіліп жатқан жоқ, бірақ барлығын бір залға жинап, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, әрқайсысының қатысқандығы туралы белгісін алып, солай тамақтан уланудың алдын алу және оның зардабы, ол болмас үшін қандай іс-шаралар жасау керек, жаңағы асхананың қызметкерлеріне қойылатын талаптар, соның барлығы түсіндіріп, оларға ескертіліп отырады. Бізде өткен 25-ші жылы бізде ондай үлкен топтық тамақтан улану жағдайы болмады. Яғни кішкене бір балабақшада 12 баланың улану жағдайы тіркелді. Балалардың барлығы емделіп үйлеріне қайтарылды, ал мектеп жағдайында ондай жағдай тіркелмеді. Мектептердегі асханалардың санитарлық талаптардың сақталуын кім және қаншалықты қадағалайды, тексеріп отырады? Мектептің санитарлық, гигиеналық, санитарлық, техникалық жағдайы, егерде біздің қызмет тарапынан тексеру керек болса, ол осы күнге дейін тек қана жаңағы тәуекелді реттеу бойынша реттеліп отырды. Тәуекелді реттеу деген бізде нақты объективті, субъективті көрсеткіштерге қарай тексерулер таңдалып отыратын. Яғни осыған дейін бұзушылықтар жасап, оны орындамаған объектілер ғана тексерудің тізіміне қалыптастырылып отырса, ал енді биыл 2026 жылы ақпаннан бастап жаңағыдай ескертусіз барлық білім беру объектілері, мектепке дейінгі білім беру объектілері барлығы жылына 2 мәрте тексерумен қамтылады. Міне енді біздің тарапымыздан осы биылдан бастап осы заң күшіне енсе, солай тексеріледі. Ал оған дейін тек қана бағанағы өлшем шарттар негізінде ғана тексеруге алынып, бізде көп білім беру объектілері тексеруден тыс қалып отырды. Тексеру барысында жиі анықталатын заң бұзушылықтар қандай? Мектеп асханасында тексеру болса, жиі анықталатын заң бұзушылықтарға техникалық жағдай, яғни сорып шығару, вытяжная система деп айтамыз ғой, сорып шығару қондырғысы жүйесінің істен шыққаны, яғни бұзылғандығы анықталып жатады. Ағымды жөндеу жұмыстарын қажет етеді, мысалы едендері сынған, қабырғалары түскен деген сияқты. Одан кейін ыдыстарды жаңарту, одан кейін кей жағдайларда аспазшылардың медициналық бақылаудан өтпегендігі туралы, және күнделікті дайындалатын тағамдардың шикізаты болады ғой, ет, сүт өнімдері, көкөністердің, сол шикізаттардың, азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін растайтын құжаттар болмайды. Осындай кемшіліктер анықталып отырады тексеру барысында.
Егер ата-ана немесе оқушы тағам сапасына наразы болса, қайда жүгінеді? Әрбір мектепті алатын болсақ, мектепте ең алдымен мектептің тамағына наразы болса, мектепке бірінші алдымен жүгінсе болады. Мектептің басшылығына, себебі мектептің басшылығымен бізде бракераждық комиссия құрылады. Бракераждық комиссияның құрамында 5-6 сол мектептің өкілдері болады. Жаңағы басшысы, одан сол тамаққа жауап беретін орынбасары, әлеуметтік педагог болады, медбике болады, және бір ата-ана болады. Ата-ананы жаңағы бракераждық комиссияның құрамына қосады. Бракераждық комиссияға жүгінсе болады. Және арыз, өтініш жазу арқылы біздің аудандық қалалық басқармаларға өтініш жазып, арыз жазып, болмаса электрондық үкімет арқылы, өтініш арқылы наразылық білдірсе болады. Түркістан облысындағы мектеп асханалары жаңа стандартқа қаншалықты дайын? Бізде кәсіпкерлердің тарапынан жаңа айттық қой, типтік жаңа ас мәзірі болды деп, қаражат жағынан сәл қаражатты жетпей, ол типтік ас мәзірінің құнына 2025 жылы қыркүйек айынан бастап енгізіледі, сол бойынша жұмыс жасаймыз дегенде сондай бір наразылықтар туындаған болатын. Және 2026 жылы жаңағы Түркістан облыстық білім басқармасының мәліметіне қарағанда ас мәзіріне бөлінген бір балаға жаңағы бір баланың тамақтану құны өсіп, біршама өскен. Сондықтан дәл қазір ол кәсіпкерлер тарапынан ондай ешқандай наразылық болып тұрған жоқ. Яғни қажетті бір күндік қажетті қаражат жеткілікті деп ойлаймын қазіргі неге ас мәзіріне. Әзірге жаңағы енді осы жыл басталды ғой, 2026 жыл басталды. 26 жылдың ақпанынан бастап бізде жаңа тексеру басталса, біз оның қаншалықты сол стандартпен жасап жатқандығын біз ашық көре аламыз енді. Осы тексерудің нәтижесімен сол кезде олардың Түркістан облысында барлығы қамтылған, қамтылмаған деп нақты айтылатын болады. Маусымдық тұмау мен басқа да инфекциялардың таралуын болдырмау үшін қандай ұсыныстар бересіз? Қазір эпидахуал өте жаңағы айтамыз ғой, грипп, ОРВИ, грипп, қызылша аурушаңдықтары, жедел респираторлық аурулар шығып жатыр бізде. Бұның несі бойынша алдын алу шаралары ең бірінші мектеп білім беру ұйымдарында ауаны тазарту, желдету. Әр үзілісте бөлмені желдету керек. Міндетті түрде желдету керек. Ылғалды жинау жұмыстарын жүргізу керек. Сыныпта ауырып тұрған оқушы болса, оны медбикеге апарып көрсетіп, үйге қайтару болса, үйге изоляция, үйге қайтару қажет. Яғни ол бір бала келіп барлығына вирусты жұқтырмау үшін. Одан қала берсе, дұрыс тамақтану керек деп ойлаймын. Оқушылар дұрыс тамақтану керек. Қызбек ханым, сұхбатыңызға рахмет. Бағдарламамызға келіп, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге алғыс білдіреміз. Қоғамға, ата-аналарға және білім беру мекемелеріне айтар үндеуіңіз бар ма? Жаңа тамақтану стандарты деп айтып жатырмыз. Барлық осы ыстық тамақпен қамтамасыз ететін кәсіпкерлерге және сол білім беру ұйымда отқан басшылықтарға айтарым, жаңа тамақтану стандартының енгізілуі бойынша жұмыстарды күшейту қажет. Яғни ол жерде балалардың дұрыс, теңгерімді, ұтымды тамақтануына әбден жағдай жасалған. Егерде сол талаптардың барлығын орындайтын болсақ, біздің бала біздің болашағымыз деп айтамыз ғой, дені сау ұрпақты өсіріп, дені сау ұрпақты тәрбиелеп шығарамыз деп ойлаймын. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.